Құрметті достар, қазақ әдебиетінің классигі, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай Мұхтар Әуезовті оқимыз атты халықаралық байқауына қатысушы, Көкпекті ауылдық модельді кітапханасының аға кітапханашысы Рахимкулова Гүлжан. Қысты күнгі дала, қалың қарды жамылған ақ дала, айналада көз тоқтарлық бұдыр жоқ. Ақ кебінге оралған дүние ұзақ ұйқыға батқандай, өлім тыныштығындай зор тыныштық басында бағып ұйықтатып тұрғанға ұқсайды. Қарауытқан малы, қабырлаған жан иесі жоқ. Ызғарлы аяз жан иесінің бәрінде жауратып, жүдеу тарттырып, жылы жайды іздеткендей. Айналадағы жансыздық, өлім ызғары ауылға да өзінің таңбасын басқандай. Кеш батқаннан бері құшағын күншығыстан азырақ жел тұрып, қатаңдап, жаңадан жауған күпсек қарды сырғанатып, жаяу борасындап тұр. Ауылдан күншығысқа шығатын жалғыздық, соқыр жолда ақырын үлбеп келе жатқан жалғыз жіңішке қарағандықтан жүрісін тездетсе де қалың қарға қайта-қайта омбылап, малтығып келеді. Жетімсіреген елсіз далада жалғыз келе жатқан жаяу, зұлымдық, зорлықтан қашқан жас келіншек Рабиға. Одан бір жыл бұрын Рабиғаның күйеуі өлген. Жас келіншек қосағынан айырылған соң жылау мен қайғыда қаралы жылын өткізген. Күйеуінен қалған жалғыз туысқан жоқ болатын. Жақында жылын берген соң бауырларының жамайғаны Жақай Рабиғаны алмақшы болған. Әмеңгерлік жолымен жасы 60-қа келген кәрі шал болса да, Жақай Рабиғаның иесі болып шыққан. Бірақ шалдың құраған сүйегі, тастау суық денесі Рабиғаны алғашқы күн-ақ шошытты. Рабиға бұдан бұрын үйімен хабарласқанда бүгінгі күн бауырына ат әкел деп тапсырған болатын. Соның берген уәдесіне сеніп үйден шығып кеткен. Аз уақыттан соң Рабиғаның басы айналып, әуелге бетіне адасты. Жүрегіне жақын жанды іздеп, үміттен қадалған кезінде қарауытып тұрған тобылғы, қарайып жатқан, таста келе жатқан кісі тәрізденіп елестей бастады. Бәрінің де қасына келген сайын үміті де дал болады. Аяғында әлі құрып, бір жерге келіп, шынтақтатып жығылды. Бір мезгілде құлағына ұйтқып соққан желмен бірге ұлын тұрған қасқыр естілді. Аш қасқырдың ұлуы естілген сайын Рабиғаның зәресі ұшып, өмірінен күдерін үзді. Аздан соң есінен әбден алдасып, жалғыз өзі аласұра бастады. Рабиға қиналған күйде енді өлдім-ау деп бойсына берген уақытта ғана көмегіне сеніп шыққан бауыры Мұқаш келіп тауып алды. Жалғызым, сенен басқа сүйеншім бар ма еді? Неге кешіктің, мені неге қинадың деп дірілдей берді. Боран үскіріп соғып тұр. Асау желі ашы күйінен жанылған жоқ, ойнап салып шақырып тұр. Ақ дала мүңіреу болып түніруде, қайғылы сары бел боран әкеліп, тұрған ақ киімін қымтап түсіп жата берді.